Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайындағы үтігіміздің табанын қарайған жерін бірақ жолмен кетіретін боламыз. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Көбінесе үтігіміздің астын киімдерді үтіктегенде сол кезде ғана киімдерімізге басып алып осылай қарайтып алып жатамыз. Қазір енді соны бірақ тәсілмен оңай жолмен кетіретін боламыз. Енді мен қазір үйімдегі үтігімді осылай тоққа тығып қойғанмын. Және де бүкіліміздің үйімізде бар шығар бір таблетка, яғни аспиринді алып, осы аспириннің бірақ үштігін алып, жаңағы қызып тұрған үтігіміздің, яғни осы қарайған жеріне қатты ысқылап, осылай кетіретін боламыз. Оңай кетіреді. Ешқандай да қиналмайсыздар, тек қана осылай қарайған жеріне ысқылап тұрамыз. Үтігіміз міндетті түрде қызып тұру керек, және де қарайған жерлерін осылай қатты ысқылап жібереміз. Міндетті түрде қасымызда тряпкамыз болу керек. Сол кезде аққан кездерінде бірден сүртіп аламыз. Міндетті түрде мұрнымызға маска киіп алыңыздар, иісі жаман болады, өткір болады. Сондықтан алдын алып бүкілін осылай жасап қойыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай үтігіміздің табаны оңай ақ кетті. Міне көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да қиын емес. Осы тәсілмен көріңіздер. Және де видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.